Бразилияның солтүстігінде Амазонканың алып аралы Маражода ерекше полиция патрулі бар. Бұл жерде жолдар батпаққа айналғанда машиналар жүре алмай қалады. Мұндай сәтті контрабанда, қылмыстық топтар тиімді пайдалануға тырысады. Ал полиция техникасыз қоғамдық тәртіпті қалай орнатады? Олар буйвол мінеді. Азиядан 100 жылдан астам уақыт бұрын әкелінген су буйволдары бүгінде аралдың нағыз қожайынына айналған. Қазір мұнда 440 мыңнан астам буйвол бар. Тұрғындардан да көп. Буйволдар батпақтан таймайды, суда еркін жүзіп, қылмыскердің қашып құтылуына жол бермейді. Осылайша олар полицияның сенімді серігі болып кеткен. Бүгінде буйвол патруль Маражоның ерекше символына айналды. Туристер арнайы келіп, осы көріністі көруге асығады. Ал жергілікті халық үшін буйвол күнделікті тұрмыс таянышы. Сүтінен ірімшік, етінен тағам дайындалады. Сондықтан Маражо бүгінде тек Амазонканың аралы ғана емес, буйволдар елі атанып отыр.